осы Сайрамский район, Беловод, Ақсукент ауылында тұрғынмын. Осы жерде туылып өскенмін. Стоматология бойынша жұмыс істеп келем 2005 жылдан бері. Мен Юлдашев Хаят Халматович, Әл-Хаят клиникасының бас дәрігерімін. 2005 жыл Түркістан медицина несінден бітіріп келгем. Сол 2005 жылдан бері жұмыс істеп келем. Мен папам дәрігер болған, мамам да дәрігер болған. Соларынан несімен болған шығар. Сол папам айтатын, сен стоматолог боласың деп айтатын. Папам педиатр болған. Мамам медсестра болған, жақсы медсестралар. Соны несі бойынша, папамның айтқан бойынша медицинаның несін таңдағам, сол стоматологияны именно. Бұларды көрген ел жұртқа өздеріге оқшап адал пенетпен ел жұртқа есесін қосқан әке шешелерінің, ата-бабаларының ұрпақтары бұлар. Әкесі врач болып істеген, шешесі де врач болып, медсестра болып істеген. Қызымам оқыған медикте. Мүмкін медиктер аулаты болады. Жұбайыммен, олмен біз бірге әрі әріптеспіз, әлі мен оның жарымын. Біз бірге 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырмыз. Ол туралы мен сөзім шексіз. Ол туралы есек кітап шығарсақ, ол менің өмірімнің несі мағынасы деп шығатат едім. Негізі мен одан ешқандай өмірде жамандық көрмедім. Өте мейірімді адам. Біз бұл жерге қыз беріп атқанымызда қорқтық та қандай елге қыз бердік деп. Түркістандың енді қыз беру оңай емес қой енді. Басында ата-анам сәл қарсы болды, алыс жерде деп негізі. Бірақ біз бірге оқуда болғандан маған оның мінездері не дейді, махаббат болдық қой. Махаббаттың арқасында осы жерге келіп отырмыз. Бірақ мен адаспаппын. Мен адаспадым. Мен оның басында да білгем, сенгем мен осы кісіне. Осындай жақсы жар болуына сендім мен. Содан міне 3 ұлымыз, 1 қызымыз бар. Осындай нәтиже нелерге жеттік, осындай дәрежелерге. Аллаға мың шүкір. Ол дәрежеге жетісуіміздің себебі ата-анамыздың дұғасы деп ойлаймын, ризалығы деп ойлаймын. Біз қара шаңырақта қалғанбыз. Мен келгенімде енем бар еді. Атамыз өтіп кеткен еді. Сол енеміздің біз ризалығына, дұғасына алдық. Ақырына дейін бізге дұға етіп, Хаят жұмыстан келген кезде, жұбайым жұмыстан келген кезде, бірінші болып келіп анасының аяғыны маңдайына қойып, аяғын сүйетін еді. Сол күніге ол ешқашан өткен емес, ондай күнден өткен емес. Сол кезде сразу енем дұға етіп отыратын еді. Менде әр шай құйып, әр тамағын әкелгенде өзіңе ұқсаған келін келсін, жамандық көрмеген, дәрежелерің биік болсын деп дұға етіп отыратын. Соның дуалары осы нәтижеге жеттік деп ойлаймын. Өте керемет адам болған енем. Мен келген күнімде мені қыздай қылып қабыл етті ман. Алла разы болсын ол адамдан. Бірінші оқуыны бітіріп келген кезде қиыншылықтар болған, папам дүниеден өткен уақыттары, қиын уақыттар болған. Енді жұмыс бастап атқан кезде, мысалы, жол кіре болмаған барып келетін, енді жұмыс орнымен үйімнің аралығы біраз уақыт жолда, бір 6-7 километрге шығады. Соған енді жол киралар болмай қалған, мысалы, күнделікте таксиге беретін ақшадан болмай қалған уақыттар болған. Пешком барып келетін уақыттар болғанда, мысалы. Сол кезде үйленген тұғым, сол кезде баламға памперстер керек болады. Мысалы, әр бір памперсі 50 теңгеден болған. Маршрут 50 теңге болады, туда обратно. 25 болады, 25 бияға.
Сол кезде сол памперс кетеді екен бір күнге деп, мен өзі пешком барып келетін сондай уақыттар болған, қиын уақыттар болған. Қиыншылық нелерден жұмыс тастаймын, осы немен мен семья бақа алмаймын ғой, осындай кезде осындай кетемін ба деп ойлағанмын. Жоқ, Аллаға шүкір, сондай мамам айтады, мамам мотивация беретін, жоқ, шыда, болады жұмыс. Қиыншылықтарда өте көп болды басында. Бұл дәрежеге жету оңай емес. Бұл абыройны, нені клиника ашу, ол иненбен, құдықты инемен қазғандай болды ғой, бүйтіп қарағанда. Қиыншылықтарны, конечно, келіп айтатын еді. Ол кезде мен оны мотивация беріп, сабыр етіңіз, бәрі жақсы болып кетеді. Бір жамандықтың арқасында екі жақсылық бар деп, оған көңіліні көтеріп, бәрі өтіп кетеді деп, осындай нелерде поддержка жасаймын. Обязательно ол маған айтпаған, кімге айтады? Менден басқа, одан басқа досы да несі жоқ шығар деп ойлаймын. Бір ағамыздың қолында істейміз, бір клиникада істеймін. Сол уақытта енді мысалы ол жерде де мысалы конкуренция болып қалады ғой. Мысалы маған да келеді, оған да мысалы болады, маған адам көп келіп қалуы мүмкін, сұрап келуі мүмкін, мысалы сондай конкуренциялар болды мысалы. Содан кейін өзімге ашуға сондай кейін осы ауылға қызметім неғсын клиника ашсам деген ниетім болды. Балдардың қолынан шығарсам, жақсы стоматологтар шықсын осы жерден жұмыс істеп деп осындай ниетпен ашқанмын, иншалла. Хаят Қалматовичпен мен бұрыннан таныспыз. Негізі біз туысқан боламыз. Мен папамның ағасының балалары болады да, бірге туысқан. Мен негізі басқа жерде жұмыс істеген бұрын. Хаят Қалматович көп айтып жүретін еді, бұрын ескі жерде жұмыс істеген кезде кел бірге жұмыс істейміз деп айтатын. Енді ыңғайсызданып жүргенмін ғой, туысқанда бір жерде жұмыс істесе, ертең келісе алмай қалу, бір-біріне әртүрлі сөз болып қалуы мүмкін деп ойлағанбыз. Бірақ қазір ол кісі көңіл кең кісі ғой, мысалы қазір осы жерде қаншадан 15-20 адам жұмыс істейміз. Бәрінің көңілін табады да, бәрімен сөзімен шыға алады. Жұмысы, пациенттермен де келісе алады. Тура сол пациенттермен қалай келсе, біз жұмыс атқаруда сонда бізбен де сонда келісіп жатыр. Үстеп келіп жұмыс істеп жатырмыз. Почти міне қазір жазда уже 1 жыл болып қалады. 9 ай болды, бірге жұмыс істеп жатқанымызға. Бұл ауылда кәсіп бастау үшін осы ауылны тұрғындарға қарап, соларға тура келетін жұмыс істеу керек. Мысалы, бізде ценалар болады, мысалы. Біреулерге мысалы мынандай цена қойып айтамаймыз да, мысалы ол сол тұрғын адамды несіге қарау керек болады. Тұрмысыға, мысалы, состояниясыға қарау керек болады да. Мысалы, ол соларға қарап біз цена қоямыз. Мысалы, аз неғылған адам болса, мысалы, жағдайларын нашар адам болса, оларға біз сондай скидкамен істейміз. Осындай жетім балалар келетін болса, оларға бесплатно істейміз біз. Сондай қып, сол ауылны несіге қарап істесек болады, иншалла, деп ойлаймын. Ораза кезінде біз 1+1 деп намыш қойдық, бірге бір тіс емдейміз, екінші тіс бесплатно қып, халыққа осындай қызмет жасадық та. Лечение қылдық, тіс жұлатын болса, бір тіс емдейтін болса, бір тіс жұлатын болса, олар бесплатно бірге бесплатно істедік. Халыққа қызмет қылу үшін сондай істедік. Пациенттерге біз, например, біздің клиникада прескурант жоқ. Көп жерлерге барсаңыз прескурант болады. Мен қанша айттым, прескурант жасайықшы, көп адам прескурант тастаңыз деп, например, телефоным менікі бәрінде бар, администратор болған кейін. Прескурантыңсын тастаңшы дейді. Бізде прескурант жоқ. Неге прескурант бір істеп қояйық десем, Хаят ағай оған келіспеді. Мен дейді, адамдардың жағдайына қарап деді, көңіліне қарап деді, айтамын суммасыны деді. Ол прескурантыны қойып қойсам деді, біреулердің көңіліне ұнайды, біреуге ұнамайды дейді.
ол үлкен сумма болатын болса илажы жоқтан берсе ақшасыны дейді. Көңілден шықпай қалсам ол берген ақшасыдан дейді. Содан мен дейді олардың ризалығын алмай дейді, алған ақшам неге болмасын дейді да, просто ризалықсыз алмайын дейді да. Сол үшін бізде прескурант жоқ, көңіліне қараймыз. Если даже нелер болатын болса, жаңа кем андай не қылынған семьялар болатын болса, біз даже ақшасын алмайды Хаят ағай. Просто так қойып берейінші оған тісті дейді. Ондай адамдарымыз сан-санақсыз. Енді жақсылықты көп айтпайды біздің Хаят ағай, жақсылық істегендерін. Енді қазір сіз сұрағаннан кейін мен айтып өтіп отырмын. Даже жетім балдарға ақшасын алмайды, барып оларға жақсылық жасаған жақсы көреді. Сондай өте мейірімді, кішіпейіл адам. Оны пациенттерден сұрасаңыз, даже бізде неде Инстаграм комментарияларында жазып кетеді, мейірімді адам деп. Сондай кішіпейіл адам. Кіргенге только бүйтіп, қалайсыз, келіңіз деп, бүйтіп басын бүйтіп иіп тұратын әдеті бар. Көрсеңіздер, қазір сөйлегенде де басын иіп тұрады. Мен жаңа анам айтқан, адам қанша биікке көтерілген сайын адам ана алмалар бүйтіп көп салады ғой, ағашқа алмалар көп салған кезде иіліп кетеді ғой ағаштары. Сол сияқты адамда биікке көтерілгенде көтеріліп кетпеу керек, иіліп тұру керек адамға дейді да. Сол кезде одан да көгеріп, одан да бүркірейсің дегендей сондай сөзі бар еді. Сондай кішіпейіл адамымыз біз. Жұмыс кезінде только жұмысқа кірісіп кетеді. Үй туралы бәр нәрсені есінен шығарып кетеді. Даже сондай кездер болған, обед қалып кетіп, сағат 5-6-да обед жасаған күндер бар. Қазір күнге дейін тамағını да есінен шығарып кетеді, даже жұмыста отырғанда. Сол пациенттерім көңіл қалып қалмасын, солар қазір ренжіп қалмасын, солардың көңілін алып жіберейін деп, сағат 5-6-ға дейін обед жасамаған күндер болған. Үйініңкіде үйінде өз уақытында өз жайына қояды. Қазір де айтып отыр, ой, күн ыстып қалды, еш болмасам бір не черешне екпеппіз қой деп келатыр да қазір. Сол үйінде несіне қатты қарайды, жұмысының өзінің несіне бабында басқаша өзіне өзгеше қарайды. Мен өзбек мектепте оқыдым, негізі бізді ауылымызда өзбек мектепте болды. И оқығанда мен именно қазақ группасын таңдадым. Қазақ группасында таңдап, қазақ орыс группасы болды. Екеуін алып барып сол оқудан үйрендім. И именно көп қазақ достарым болды, мысалы, солармен тілін үйрену үшін әрекет қылдым тез-тез. Сол Қазақстанда тұрған үшін біз Қазақстан тұрғынымыз, ол бізді тіліміз деп айтамын. Әрине қиын бұл нәрсе ашуда, бұл нәрсені бұны строить ету, кейін бұл нәрселерге этаппен екен да бәрі. Солардан өте қиындар болды. Мысалы үйім болған, бұл үй пападан қалған үй болған да, бұрын алып қойылған үйлер. Сол үйді планластырды осы жерге. И анау планы қылып көреміз, мынау план қылып көреміз, тура келмейді. Кейін біз Кореяға оқуға бардық та. Кореяға оқуға барғанда сол дизайнларын көріп жүрдім. 1 жыл, 2 жыл дизайн көріп жүрдім. Сол дизайнларын көріп, солардың кішкене алып, мынадан кішкене алып, осындай алып, осындай неге бір дизайн шығардық. Конкуренттер бар, әрине бар, мысалы көп неден келеді, ай анау мынандай деп. Бізде оборудованияларымыз заманауи деп ойлаймын. Микроскопта емдейміз, операцияларымыз бар, микроскопта істейміз, имплантларымыз бар, корейский, германский, стерилизацияларымыз орынды бәрі жерде деп ойлаймын. Сол ізденеді, қазірде ізденеді. Ол бізде ауданымызда ешкім имплант қоймаған кезде бірінші осы Хаят ағай қойған имплантын, например, мен соны қоям, мен соны істеймін деп. Сондай нәтижелерге тез жетіп, тез жаңалық кіргізгенін жақсы көреді негізі. Құдай қаласа осы жақын арада Түркістан қаласынан стоматология клиникасын ашу жоспары бар. Қолдан келгенше бізде көмектесейін деп жатырмыз. Құдай қаласа көмектесіп жатырмыз.
бұл тағы стоматология саласында тағы бір жетістікке жету үшін міне жақында ғана бір 2-3 күн болды Германияға барып келдік. Бұдан бір 2 жыл бұрын Кореяға барып келді. Осы курстар бар. Күннен күнге өсіп жатыр, Құдай қаласа. Жетістіктерге жету үшін әрекет жасап жатыр, но бізде соған қарай Құдай қаласа көмектесіп жатырмыз. Қазірде даже мақсаты, например, бір стоматология аштық қой, ол стоматологиямен қатып қалғысы келмейді. Басқа осы Қазақстан бойынша басқа қалалардың бәріне стоматология ашып, осы елімізге адамдарының бәріне жақсылық жасап, барынша соларға жеңілдіктер кіргіздіріп, сөйтсе деп ойлайды да, сол жақсылық қысақ дейді да, осы, например, жас балдарға кейін тегін ашып дегендей несі мақсаттары көп та әлі алдымызда, Құда қаласа. Сол елімізге көбірек еңбегіміз сіңіп, соларға жақсылық көп жасасақ дейміз. Мен жас кәсіпкермін, бұл біздің буын.